қарқынды бауларда жеміс көп түзіледі, солардың санын азайту үшін химиялық жегенелеу жасайды, химический поражение жасайды. Немесе механический жасайды, техникасы бар, арнайы оның құрылғысы бар, оның бүйтіп гүлін төгіп тастайтын, жартысын 30%-ін төгеді көбінесе. Немесе кейде химия қолданады. Енді ол мынандай гүлдерді қолданмай түсіп қалады. Олар жақында қолданған екен, химиялық арнайы гормондарды қолданады. Мұнан жемістің азаяды. Өйткені не үшін жемісті азайтады? Өйткені жемісті олар толық түзіп, оған күші жетпей алады. Сол үшін азайтатын көрдіңіздер, бәрі түсіп қалады. Бұны химиялық жегенелеу, химический поражение деп айтады. Қалғаны бір несін қалдырады. Бір 100% болатын болса, гүлі соның 30%-ын құртады. Сосын 70% қалады. Одан кейін де тағы азаймаған болса, одан кейін тағы да алманың күші жетпейтін, көзі жетіп жатса, бұл кезде қолмен жұлып шығады.